Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Жадырушаның ас үйіне қош келдіңіздер. Алдымен менің мына жердегі YouTube парақшама тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лүпілдеріңізді қойып кетіңіздер. Бүгін біз менің ас үйімде шоколадный чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: ыдысымыз, илектен өткізілген ұнымыз, бір дана жұмыртқамыз, разрыхитель, қант және жұқалап туралған май. Барлық заттарды астына описанияға жазып кететін боламын. Ал енді бастаймыз. Бірінші ұнымызды ыдысымызға саламыз. Осылай жақсылап ортасын ашып аламыз. Майымызды ұнымыздың үстіне осылай салатын боламыз. Енді жақсылап қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Осылай қолдарыңызбен жақсылап илеп алатын боламыз. Осылай қыздар жақсылап илеп алдық. Үстіне қантымызды және қопсытқышымызды салып, тағы да бір жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Тура рецепт бойынша жасасаңыздар, оригинал рецепт, қамырымыз өте күшті болып шығады. Осы қамырмен басқа да чизкейктерді жасай берсеңіздер болады. Морозильникке салып қойып, универсальный рецепт, қыздар. Бәрін біріктіріп илейтін боламыз. Міне қыздар, осындай қамыр шығады. Начинкасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ыдысымызды дайындайтын боламыз. Менде осылай 4 бұрышты чизкейк шығатын болады. Астына фольгамызды аламыз. Жан-жағын осындай қысып қоямыз, осылармен жылжып кетпеу үшін. Осының атын не деп айтушы еді? Тура жасайтын кезде атын ұмытып қалдым. Осылай фольгамызды шетін қаптайтын боламыз. Біздің қалпымыз дайын. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Холодильниктен нанымызды алдық. 4 сағат демалдырып қойдық. 2-ге бөліп. Қыздар, осылай ыдысымызға қамырымызды жақсылап жайғастырып аламыз. Екінші қамырымызды жаңағындай бортикеларын жасаймыз. Осылай
вилканың көмегімен тесіп жан-жағын көтеріліп кетпеу үшін, және де шетін қасықпен әдемілеп түзулеп қойсаңыздар болады, қыздар. Ал енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад, май, ыдысымыз, қаймақ, қант, творог, жұмыртқа, кукурузный крахмал, какао қажет. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Осының бәрін жақсылап дайындап алыңыздар, описанияға қойып кетем. Ең алдымен қасығымызды алып, шоколадымыз бен майымызды жақсылап 10 минуттан қойып ертіп аламыз. Ал енді бастаймыз. Ыдысымыз қажет. Жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Үстіне творогымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы ертілген шоколадымыз бен майымызды үстіне құямыз. Осылай жан-жақтағын бәрін алып құямыз. Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай әдемі венчиктің көмегімен астынан үстіне алып араластыратын боламыз. Енді үстіне кукурузный крахмалымызды саламыз. Қаймағымызды саламыз. Осылай жақсылап бәрін қаймағымызды ыдысымыздан алып салып, пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке саламыз. Енді үстіне какаомызды саламыз. Енді бәрін жақсылап астынан үстіне алып араластырамыз. Қатты араластырмаймыз, қыздар. Осылай жан-жағындағын алып, енді дайындап қойған қамырымыздың үстіне салмамызды салатын боламыз. Жан-жағындағын бәрін ортасынан бір араластырып, осылай, қыздар, осындай болып шығу керек салмасы. Осылай жақсылап бәрін салатын боламыз. Шетіндегісін бәрін қалдырмай саламыз, қыздар. Енді венчиктің көмегімен осылай бетін тегістеп шығамыз. Жан-жағына бәрін түзулеп. Енді қалпымызды кішкене қозғап, бір қалыптыдай қылып жасап аламыз. Осылай жан-жағын кішкене чайқап-чайқап жүрсеңіздер болады. Болды, дайын біздің шоколадный чизкейкіміз. Қыздар, ас болсын. Бұл оригинал рецепт. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. 180 градуста 35-40 минутта пісіресіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қыздар. Осылай пешімізге салдық. Менімен болғандарыңызға рахмет.